Амангелді Қалбек, Әділдік жолы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Түркістан қаласындағы филиалының төрағасымын. Амангелді мырза, мынау қазір Атамекен республикалық телеарнада тікелей эфирде жаңа байланыс болды. Сол байланыстан кейін тағы да айтылмаған әңгімелер қалды ма? Осы жөнінде және қорытынды бір ойыңызды айтып жіберсеңіз. Көп нәрсе айтқымыз келген, бірақ өкінішке орай мына біздегі Түркістан қаласындағы байланыстың сапасына байланысты болды. Одан бөлек мына эфирдің уақыты тығыз болғандықтан тағы біршама әңгімелер айтылмай қалды. Дегенмен де мына әңгіменің басын ашып алдық осы жерде, мына республикалық деңгейде. Бұдан ары қарай да осы мәселелермен айналысатын боламыз және түбіне жеткенше қоймаймыз. Бұл Түркістандағы болып жатқан сыбайлас жемқорлық бар, заң бұзушылықтар бар, бұның барлығын басын ашамыз және түбінде ақиқатқа жетеміз. Астанадағы құзырлы органдарға бір айтатын бір ауыз әңгімеңізді айтып жіберсеңіз. Астанадағы құзырлы органдарға айтатын болсам, Түркістанда сіздердің міндетті түрде өкілдеріңіз бар, департаменттер бар, түрлі басқармалар бар. Бірақ дегенмен де мұндағы мемлекеттік органдарға, мұндағы мемлекеттік органдар жұмыс істейтін азаматтарға өкінішке орай біздің тарапымыздан ешқандай сенім жоқ. Өйткені біздің көріп отырған заң бұзушылықтарымызды олар неліктен екені белгісіз көрмейді. Қоғамдық белсенділер бар, журналистер бар, барлығымыз көріп отырмыз анық заң бұзушылықтарды, бірақ олар көрмей отыр. Сондықтан да мен Астанада отырған республикалық деңгейдегі құзырлы органдарға айтатын міндетті түрде кешенді үлкен тексеріс қажет Түркістанда, және егер ол объективті тексеріс болатын болса, мұнда бірталай заң бұзушылықтар анықталады және мына шынайы Түркістандағы мемлекеттік билікті құру солай арқылы келеді. Ал дәл қазіргі жағдайда Түркістанда мемлекеттік билік бар деп айта алмаймыз, өкінішке орай. Рахмет сұхбатыңызға. Алла нәсіп етсе, жеңісті күндерде жолыға берейік. Рахмет сіздерге. Жақсы. Көрермендер, жаңа ғана республикалық Атамекен бизнес телеарнасында тікелей эфирде Түркістан жайында байланыс болды. Сол байланыс жөнінде біздің арадан көре аласыздар, қандай ақпарат бар, сол жөнінде сіздерге міндетті түрде ақпарат беретін боламыз ағайын. Бізбен бірге болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.